Шариғатта нені жеуге болмайды жамағат? Ата бабамыз үйретіп қойған, иә? Шариғатта бісмілләсіз сойылмаған малды жеуге болмайды. Алдыда бір арақ ішетін біреу бауыздай салды, бітті. Не бісміллә жоқ, ешнәрсе жоқ. Ол болмайды жеуге. Өйткені Алланың берген жаны Алланың атымен тапсырылып, ет адал болу керек еді. Олай болмай қалды. Сол үшін құрметті жамағат, мал сойған уақытта міндетті түрде әдептерін білу керексіздер. Қыблаға қаратып, өткір пышақпен қинамастан бисмилля Аллаху акбар деп сою керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айту қате болады. Өйткені сіз бауыздап қан шығарайын деп жатсыз, бірақ Алланың аса қамқор ерекше мейірімді атымен бауыздаймын деген сөз да, ол келмей қалады. Жоқ. Ол жерде аса қамқор ерекше мейірімді, яғни бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөзді қосуға болмайды сізге. Тек қана бисмилля Алланың атымен Аллаху акбар, Алла ұлы деп бауыздайсыз. Бұл өте маңызды, құрметті жамағат. Мынау қазір малдарды, үлкен малдарды жығып бисмилляға союға ерініп, басынан бір балтамен ұрып, шоқпармен ұрып құлатып, немесе мылтықпен шүйдесінен атып құлатып, немесе тоққа соқтырып, не істеп жатады? Қинап, оны сойып жатады. Бұл болмайды екен жамағат. Әрине, ол өлмей жатып бауыздап жерсе халал болады. Біз үшін ол проблема емес, ондай малды жеу. Өйткені ол өлмей жатып, егер не істесе, бауыздап жерсе. Ал қинағаны үшін жазасын өзі алады. Сол үшін қинамау керек екен. Мал сойылатын уақытында мына медицинада дәлелденген, мынау мал дәрігерлікте де дәлелденген, мал стресс алмау керек. Анау бауыздап жатқан кезде екінші малға бауыздалған қанды көрсетпеу керек. Пышақты көзінше қайрамау керек. Мал стресс алған кезде бойындағы жаман нәрсенің бәрі қалып кетеді екен етте. Ал бисмилля Аллаху акбар деп сойғаннан кейін толық қанның бәрін шығарып тастау керек. Арам қан дейді оны. Мынау екі күре тамырдан шығатын қанды арам қан дейді. Қанның шығуымен мал таза болады. Мына аурудың бәрі қанда болады. Білесіздер, иә? Доғдырға барсаңыз бірінші қан тапсырасыз. Содан біледі сіздің сау ма, аурусыз ба, не қандай екеніңізді, сырқатсыз ба. Сол үшін қанның бәрін шығарып жібереді. Бабаларымыз сондай таза болған, тіпті етін асса да көбігін алып отырады. Ол көбік деген не? Ол да қан негізінде. Көбігін алмай жей беретін ұлттарды көргенбіз. Соны білмейді. Бабаларым сондай адал асқа мән берген. Көбігін алған, анау арам жерлері болады, бездері болады. Соның бәрін таза етуіміз керек. Не үшін етті көп айтып жатырмын енді? Қазақпыз ғой. Қасқырдан кейін екінші көп ет жейтін біз. Сол үшін еттің мәселесіне өте мұқият болуымыз керек. Өте мұқият болуымыз керек. Союдан бастап оны қазанға салғанға дейін, қазаннан ауызға салғанға дейін өте тазалықта болуымыз керек екен.